Түс. Мынаны қайдан алды? Қайдан алдың деймін? Әй, жадынан айырылған қыз. Әй! Шаш қыстырғышымды неге алдың? Оны қайдан алдың деймін? Бұл менікі. Сенікі болу мүмкін емес. Оны қайдан тауып алдың? Мен өлгелі бұл зат менде жүр. Сонда бұл зат сен тірі кезіңде болды ма? Әрине, өйткені бұл менікі. Ол бұрын менің апаммен кездескен болды ғой. Бірақ бұл қыздың есінде ештеңе жоқ. Енді не істесем екен? Қалай болғанда да саған рахмет. Кезі келгенде қарызымды қайтарам. Кете берсең болады. Саған өткенімді еске түсіруге көмектесемін. Егер оған көмектессем, онда апам туралы да бірдеңе анықтай алатын шығармын. Сенің аты жөніңмен қайдан шыққаныңды біліп беремін. Рас па? Көмектесесің бе? Неге ойыңды өзгерттің, а? Көзім алдамапты. Сен мейірімді әрі батылсың. Адамдардың жақсы жаманын айыра алам. Мен дұрыс айттым ба? Сен жақсы адамсың. Солай ма, досым? Мүмкін бас кезде дұрыс тапқан шығарсың. Сосын қателестің. Жоқ, менікі дұрыс. Сен бір қарағанда қатыгез болып көрінуің мүмкін. Бірақ жүрегің мейірімді. Менің сыртымнан томп ішудің қажеті жоқ. Менікі дұрыс деп жатырмын. Адамдарды жақсы таныйын. Өлген кезіңде бірден о дүниеге кетуің керек еді. Неге адамдардың базасын алып, жағымсыз жағдайға ұрындырып жүрсің? Өзің тірі жүргендіктен өлілерді жамандай берудің қажеті жоқ. Әркімнің өз себептері бар. Сенің басты себебің кімсің, қайдансың, соны білу ме? Бұл сен үшін маңызды ма? Өте маңызды. Сен үшін анаңды табу қаншалықты маңызды болса, мен үшін де бұл өте маңызды. Өзіңнің кім екеніңді білмеудің қандай екенін білесің бе? Білмегенің жақсы деп айтып жатқан жоқпын. Егер бұрынғы өмірде жаман адам болғаныңды білсең ше? Бәрібір бұл ештеңе білмегеннен жақсы. Сондықтан да естеліктерімді 3 жылдан бері іздеп жүрмін. Олар сені Аран деп атай ма? Иә. Мен сен олай атамаймын. Мен үшін сен жадынан айырылған қызсың. Қалауың білсін. Бәрібір біз ұзақ уақыт бірге болмаймыз. Әрине. Неге абыржып тұрсың? Қарындасыңды ойлап жүрсің бе? Жоқ, олай емес. Кейде тағдырлар ұқсас келеді.
отсыз жанған пеш сияқты. Сен көкке тап болғалы, өткен өміріңдегі адамдардың бәрін ұмытуға тиіс едің. Қашқын қызды ұстадың ба? Жоқ. Кешіріңіз. Оны әлі ұстамадың ба? О, Емра. Қарашы мұны. Қанша ойласам да түсіне алмаймын. Сол жолы жіп неге шешіліп кетті? Өткіз. Ол өз еркімен келеді. Мен тағдырды ән сеуіп қойдым. Ол гүлге айналатын уақыт келді. Тағдыр да осыған ұқсайды. Ол бір жерді айналып жүрді де, бір күні жолын қайтадан бастаса, сол жерге қайта оралады. Неге мазасызданып тұрмын? Ол қайда кетіп қалды екен? Мырзам? Кері қайтамыз. Не? Не үшін оралуымыз керек? Мен магистрат болуға тиіспін. Не? Сізге не болды? Кеше ұрлап кеткенде басыңызды соғып алған жоқсыз ба? Жоқ. Істеп көргім келеді. Тым болмаса бір рет магистрат болып көрейін. Шамалы уақытқа. Бұның бәрі ана шалдардың кесірінен. Әй, тоқта! Түсінбедім. Ол неге әлі тірі? Алдыңғы болған жағдайларға елес кінәлі емес деп ойлаймын. Дегенмен, болған жағдайдан жақсы ештеңе жоқ шығар. Патшамыз Мирианда болып жатқан жағдайларға алаңдамас үшін магистрат сайладық. Бірақ ол еш себепсіз орнын тастап кетіп қалды. Оның барлық әрекеттері патшамызды мазақ еткендей болып көрінеді. Құрметті елге жоғардан қарап, менсінбеушілік танытты. Бұлай істегені оның елге немқұрайлы қарағанын білдірмей ме? Дұрыс деп ойлаймын. Жоғары лауазымды адамдар үнемі осылай істейді емес пе? Дәл солай. Яғни ол патша мен оның еліне құрмет көрсетпейді. Олар бізді 100 рет, тіпті 1000 рет менсінбесе де қарғыс атқыш шалдар. Менің мырзама не істедіңдер? Не істедіңдер деймін? Жібер оны. Менің мырзама не істедіңдер? Жібер деймін. Жібер. Тоқтай тұрыңдар. Жібер деймін мен саған. Жібер. Доғарыңдар. Енді не істейміз? Біз әлі осы әлемдеміз. Оған қолымыздың ұшында тигізе алмаймыз. Ол ұлы мәртебелі Ким мырзаның ұлы болып шықты. Мүмкін олай емес шығар.
Мен аты жөні ұқсайтын адам туралы естідім. Ол торғайды емдеп жазған. Мүмкін, бұл соның баласы шығар. Қайдам? Бұл мүмкін бекен? Бірақ солай болып шықса ше. Егер мына орын бос тұрса, бізді тағы да мазалайтын болады. Бұл Чхве мырзаның ашуын келтіреді. Ақыр соңында зардап шегетін біз боламыз. Оны әзірше осы орында қалдыра берейік. Ол ойыншық болады деп ойлайсың ба? Түріне қарамайсың ба? Өте әлсіз. Өз ұстанымдары жоқ. Оны әбден жұмсауға болады. Оның қандай адам екені? Меніңше ол әділетсіздікті көрсе де, міз бақпайтын адам сияқты. Мен де солай ойлаймын. Қалай болғанда да Чхве мырзаға не дейміз? Кім оған бәрін айтып келеді? Бұндай маңызды істі өз беттеріңше шешуге қалай ғана дәттерің барды? Кешірім өтінем. Бірақ бұл патшаның бұйрығы. Патшаның бұйрығы. Бұл ақмақтық болар, бірақ оны қолшоқпар ретінде пайдалану ойы жаман емес сияқты. Иә, біз де солай ойладық. Бұл орынға жөні дұрыс адам таппадық. Бірақ ол Ким мырзаның ұлы екені мені аздап алаңдатады. Мәртебелі Ким мырза отставкаға кетті, қазір қала сыртында тұрады. Дегенмен, әлі де оның саяси ықпалы бар адам. Оған қоса, соның кесірінен сізді қызметіңізден төмендетіп, осы қалаға жіберген жоқ па? Ким Анбу. Оның ұлы бар ма еді? Ол қазір немен айналысып жүр? Қызбен. Қызбен? Тыныш отыр. Бітірдім. Жақсы шықты. Міне. Сонда менің түрім осындай ма? Бұндай емес пе? Жоқ. Қасың тым ұзын. Бұндай емес. Қане? Мынаны тағы бір рет көріңіз. Ол күні бойы қыздың суретін салуға тырысты. Қолынан келмеген соң суретшіні жалдады. Енді сол салып жатыр. Қыздың суретін салып жатыр ма? Не үшін? Білмедім. Сендер өзі немен айналысып жатырсыңдар? Оның не істеп жүргенін біліңдер. Көздеріңе таза қылмаңдар. Құп болады, мырза, құп. Қане бер. Тіпті бұны іліп қойғанның өзінде сені ешкім де танымайды. Сен қай жерде өлдім дедің? Одан да сол жерге барайық. Сол жерде бірдеңе есіңе түсу мүмкін. Қай жерде өлдім дейсің бе? Білмеймін. Не? Қай жерде өлгеніңді қалайша білмейсің? Менің есімде ештеңе де қалған жоқ.
Қанша рет қайталайым саған? Сен өлген соң есіңді жоғалтып алдың. Сосын көзіңді ашқанда қай жерде жатыр едің? Мен жолда көзімді аштым. Жолда. О дүниеге баратын жолда. Көзімді ашқан кезде ажал періштесінің соңынан еріп бара жатырмын деп айттым ғой саған. Расында да, ештеңе де есіңде жоқ па? Жоқ деп айттым ғой саған. Мен екі нәрсені білем. Бірдеңе білесің бе? Нені? Біріншіден, мен өз естеліктерімді іздеп, 3 жыл бойы жер бетінде кезіп жүрмін. Иә, бұл көпті түсіндіреді. Тағы не? Екіншіден, мына жерім үнемі ауырып тұрады. Осы жеріме пышақ сұғып алғандай. Мүмкін мені пышақтаған болар. Әй, сен неге бұндай маңызды нәрсені ертерек айтпадың? Өзің айтқан жоқсың ба, суретіңді көше келіп қойсақ жетіп жатыр деп. Не? Кісі өлімі туралы қылмыстық істер ме? Соңғы 3 жылда қыздардың өлімі бойынша ашылмаған істердің бәрін беріңдер. Оны қайтесіз? Не істейін деп едіңіз? Оны сендерге білудің қажеті жоқ. Бар істерді беріңдер. Бұл шынымен де маңызды ма екен? Тағы да қыздар туралы. Бар осы ма? Иә, магистрат. Өйткені сіздің қызметіңіз соңғы 3 жыл бойы бос тұрды. Иә, тіпті бірдеңе болған күннің өзінде біз ол туралы білмейміз. Иә, біздің қаламыз өте бейбіт қала. Бұрын біз 6 едік, енді 3-міз қалдық. Қаржы болмағандықтан полицияны таратып жіберуге мәжбүр болдық. 3 болсақ та, қазіргі қалыптасқан жағдайда қолымыздан келгеннің бәрін істеп жатырмыз. Солай, мырза? Түсіндім. Кете беріңдер. Құп болады, мырза. Құп болады. Еркектердің төбелесі. Бірін-бірі қызғанып өртеп жіберген. Ашыналардың ұрысы. Неге бәрі махаббатпен байланысты? Мынада не бар екен? Ай. Ештеңе жоқ. Бұнда да ештеңе жоқ. Мүмкін бұл кісі өлтіру емес шығар. Менің денемді әлі тауып алмаса ше? Ол да мүмкін. Лақтырып тасталған, шіріген, жалғыз мәйіт. Бұл не, күлкілі ме? Шамалы салмақты болсан қайтеді? Әй, мен қазір өте салмақты болып отырмын. Мынау түні бойы жазбаларды ақтарып не іздеп отыр екен, а? Магистрат, сізге бірдеңе керек пе? Магистрат. Бұл өзі... Жалғыз өзім шіріп жатырмын. Бұлай деп айтуға қалай дәті барды? Бұлай болғанын қайдан білет? Мүмкін өткен жолы қателескен шығармын. Ол тек батыл адам ғана. Бірақ жүрегі мейірімді емесі анық.
Тағы қандай амалы бар екен? Енді не істеймін? Анамның шаш түйреуші оның басында қайдан жүр? Бұл қонақ үй емес пе? Ол неге жабық тұр? Бөлменің иесі жоғалып кеткен сияқты. Бұнда да ешкім жоқ сияқты. Бұл не? Мыналар бұнда не істеп жүр? Әй, назар аударма. Қазір шыққан бетте оны алып қою керек. Қане? Не болып жатыр? Сен дайынсың ба? Не болып жатыр? Бірдеңе болды ма? Әй, не болды деймін? Әулет рәсімі. Көптен бері осындасың, бірақ әлі шіріп кетпепсің. Атың кім? Білмеймін. Атыңды білмейсің бе? Алжып қартайып өлді деуге әлі жассың. Бәрі сені Аран деп атайды. Олай болса, сенің есімің Аран болсын. Аран? Аран. Саған шығарып салу рәсімін жасап беретін біреу бар ма? Оны жасамасаң қиын болады. Үнемі қарның аш болады. Тамақты қанша жесең де, бәрібір аштықтан құтыла алмайсың. Не істеуім керек сонда? Біз үшін құрып кетпеудің жалғыз амалы қалдырылған тағамды жеу. Бізге тамақ жеу керек.
Қалдырылған тамақ? Бұл кім? Қане, тез орнына қойыңыз. Жақсы, жақсы. Ол жерге емес. Алған жеріңізге қойыңыз. Жарайды. Кімсіз? Неге бөтен адамның бөлмесіне рұқсатсыз кіріп жүрсіз? Мен... Иә, магистратпын. Иә, жаңа магистрат. Мен үйдің бақылаушысымын. Иә. Бұл... Сонда кімнің бөлмесі? Бұл алдыңғы магистраттың қызының бөлмесі. Алдыңғы магистраттың? Неге бөлмеде бәрі сол қалпында тұр? Мен бөлменің ішіндегі еш нәрсеге тиісе алмаймын. Өйткені оның қай кезде оралатынын білмеймін. Ол келгенде бөлмеде бәрі бұрынғыдай болып тұруы керек. Әйел адам үшін өз бөлмесі бүтін бір әлемдей. Оралса дегеніңіз не? Ол жоғалып кетті. Жоғалып кетті ме? Бір күні ештеңе деместен із-түзсіз жоғалып кетті. Бұл қай кезде болды? 3 жыл бұрын. Ай толған кезде. Мен оны таптым. Жадынан айырылған қыз. Не істеп жатырсың? Жоғал! Жоғал деймін! Жоғал! Егер тамақ қалдырылса, онда менің сөздігімде теріс шегіну деген сөз болмайды. Біз сенен бұрын келдік. Біз біріншіміз. Біздің балақай бірінші болып білді. Күлкілі екенсіңдер өздерің. Кім үлгерсе сол жейді, ұқтыңдар ма? Қайда жүрсең де, естесең де, егер тамақ көрсең, оны алуың керек. Бұл біздің асымыз. Байлығымыз тіпті аман қалудың жалғыз жолы. Бәріне сенің әлісің. Қайдан тап болдың өзі? Бізге кету керек. Ана жақта тағы бір жер бар. Жіберіңдер. Сенің сазайыңды берермін әлі. Неге бәрі топтасып жүреді?
Әй, елестер, өз беттерімен өмір сүрулері керек. Сендердің не, намыстарың жоқ па? Не деген елессіңдер өздерің? Мынау қайда жоғалып кетті? Менімен бірге жүр. Саған не болды? Мен таптым.